Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мазмұн. Оқу мақсатымыз сілтемелерді ұйымдастыру. Гиперсілтемелер, мазмұн, атау, түсіндірме. Мазмұн дегеніміз не және ол не үшін қолданылады? Мазмұн құжаттағы тақырыптар тізімі. Кейбір кітаптың ішінде бірнеше әңгіме, ертегі, повесть, тағы да басқа сол сияқты түрлері болады. Солардың ішінен өзімізге керектіні тауып алу үшін, немесе кітап ішінде қандай шығармалар бар екендігін білу үшін мазмұнына қараймыз. Мазмұнында барлығы жазылып көрсетіледі. Көлемді құжат әзірленген кезде оқырмандарға пайдалануға оңай болу үшін оның мазмұнын жасап беру керек. Ол үшін Microsoft Word мәтіндік редакторының жұмыс терезесін ашсақ, құрал-саймандар тақтасы орналасқан. Яғни файл, главная, вставка, разметка страницы, ссылки, рассылки. Бұлардың барлығы құрал-саймандар тақтасы. Оның ішінде бізге керектісі ссылки. Яғни сілтеме. Оның ішінде ссылкенің ішінде оглавление. Ол мазмұн. Яғни бұл жерде бізде мазмұны сұхбат терезесі ашылады. Яғни бұл жерде қарасанда заголовок 1, 2, 3 деп тұр. Яғни тақырып пен тақырыпшаларды көрсетуіміз керек. Сонымен қатар показать номера страниц. Яғни парақтың нөмірлерін көрсете отырып баптауға болады. Мазмұн жасау түрлері: встроенный стили заголовок, тақырыптардың кіріктірілген стилі, немесе пользовательские стили, пайдаланушылар стилі қолданып жасауға да болады. Тақырыптардың кіріктірілген стилі мазмұнды автоматты түрде жасауға мүмкіндік беретін дайын үлгі. Ал пайдаланушылар стилі пайдаланушылар жасаған үлгі. Пайдаланушылар стилінің көмегімен мазмұн жасау кезеңін қарастырайық. Мазмұн құрмастан бұрын құжат мәтінін ерекшелеп, яғни теріп алған құжат мәтінімізді ерекшелеп аламыз. Содан кейін басты, яғни главная, осы жерде қосымшасынан стиль тақтасындағы қажетті тақырып деңгейін, яғни бұл жерде тақырып деңгейлері өте көп. Соның ішінде өзімізге қажеттісін алып, таңдау арқылы тақырып үлгіні таңдап, яғни таңдау алғаннан кейін формат по образцу үлгі бойынша пішім батырмасын басып, жаңа тақырып бойынша белгілеп таңдалған стильді орнатамыз. Мәтіннің барлық тақырыбы мен тақырыпшасын қосқаннан кейін мазмұн бөлімін құрамыз. Ол үшін Microsoft Word құжатындағы мазмұнды орналастыратын орынға тінтуірмен шертіп, ссылки, яғни сілтеме, оның ішінде оглавление, мазмұн, оның ішінде автособираемое оглавление, яғни автоматты жинақталған мазмұн. 1. Автособираемое оглавление 2. Осы екеуін біреуін таңдаймыз. Сонда мазмұн құжаттағы көрсетілген орынға қосылады. Мазмұн құру жұмысын аяқтау үшін құжаттың мазмұнын жаңарту қажет. Яғни жаңарту үшін өзіміздің жаңағы терген мазмұнымызды ерекшелеп аламыз. Содан кейін обновить таблицу батырмасын басамыз. Бұл жерде нажать на кнопку обновить таблицу деген бар. Яғни егер біз жұмыс барысында өзіміздің жаңағы теріп отырған оглавлениемізді тақырыптар қосып, немесе жойып, немесе өзгерткен болсақ, онда обновить целиком батырмасын басады екенбіз. Яғни ары қарай біз окей батырмасын басу арқылы жаңартамыз мазмұнымызды. Егер өзіміз қалаған мазмұнды құрай алмаған жағдайда, оны ерекшелеп алып, және мазмұнымызды алып тастауға болады екен, яғни удалить арқылы. Бұл жерде де ссылкиға кіреміз, сілтемеге, оглавлениеға кіреміз. Ол жерде бізде удалить оглавление дегеніміз бар екен. Осы жерде удалить, яғни X-ті басу арқылы біз жаңағы өзімізге ұнамаған мазмұнды өшіріп тастай аламыз. Егер мазмұнымыз біздің сәтті, жақсы шығып жатса, онда біз сақтап алуымызға болады екен. Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию оглавлений. Яғни ерекшеленген фрагментті мазмұндар топтамасына сақтау командасы бойынша сақтауға болады. Енді осы мазмұн тақырыбы бойынша мазмұн құру кезеңдері айтылды. Сол бойынша сендерге сабақты қорытындылау мақсатында дәптерлеріне мазмұн құру кезеңдерін жазып алу ұсынылады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.